Бұл әдістемелік құрал орта мектептің ұстаздарына көмекші құрал ретінде ұсынылып отыр. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің бағытында құрастырылған. Таңдалған материалдар білімі әртүрлі деңгейдегі оқушылардың барлығын дерлік жұмыстандыруға ықпал етеді. Тапсырмалар мемлекеттік жалпыға білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес келеді. Сабақты қызықты өткізуге, білім алушының білімін бекітуге, есте сақтауға қайталау тапсырмалары ұсынылған. Білім алушыларға арналған тапсырмалардың мақсаты функционалдық сауаттылыққа бағыттау, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын кеңейту, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында түрлі тапсырмалар мен сызба кестелер технологиясын қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру және тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыру мақсатында жазылған. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен тапсырмалар жинағы тақырыбындағы әдістемелік құрал 5-11 сынып оқушыларына арналған. Мұғалімге арналған көмекші құрал оқушылардың білімін арттыруға, сабақты қызықты өткізуге және оқушының белсенділігін арттырып, қызығушылығын оятуға ықпал етеді. Әрбір ұстаздың алдында мақсатқа жету үшін мұғалімнің ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа технологиялар қолданылу қажеттілігі туындайды. Жаңа технологияларды, көрнекі құралдар мен кесте сызбаларды әрбір мұғалім сабағында тиімді қолдана білсе, оқушының пәнге деген қызығушылығы артып, сабақтың тиімділігі арта түседі. Әрбір білім алушының жеке ерекшеліктерін ескеру, білім алушыларды креативті ойлауға, ойларын ауызша еркін жеткізуге және сауатты жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру, анализ жасау, өзінің және өзгенің іс-әрекетіне талдау жасай білуге бағыттау қажет. Сондықтан әрбір мұғалім өзінің оқыту әдістемесін үнемі жетілдіріп, жаңа әдістерді үйрену керек. Сабақ барысы, мазмұны мен сипаты жағынан әртүрлі болуы, түрлі қосымша әдістерге негізделуі тиіс. Сондықтан оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер оқушыларды сындарлы оқытуға бағыттайды. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу тәсілі дегенде кез келген тапсырма оқушының сана сезіміне, ойлау қабілетіне сай болу керектігін көздейді. Мысалы үшін сұрақ жауап әдісінде оқушы мәтінді мәнерлеп оқып, бір-біріне сұрақ қояды, өздерінің жауаптарынан мәтін құрастырады. Құрастырған мәтіндері мен оқыған мәтінді қайта тыңдау, салыстыру арқылы сұрақтарға оқушылар өз ойымен жауап беруге машықтанады. Немесе 4 сөйлем тәсілі бойынша тапсырмалар орындату оқушы өз ойын еркін жеткізуге, нақты мысалдар келтіріп, көзқарасын жинақы әрі толық жеткізе білуге дағдыландырады.